Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді, оңай әзірленетін, жегенде ауызда еріп тұратын Спартак тортын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен біз заварной крем әзірлеп алуымыз керек. Ол үшін осылай сарыуызға қант, жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырып алуымыз керек. Бізде аппақ масса шығуы қажет. Осылай жақсылап масса біріккенше араластырып отырамыз. Сүтті алдын ала ысытып алуымыз қажет. Осылай жақсылап араластырамыз. Ыстық сүтті аз-аздан құйып, 3 бөлікке бөліп құямыз. Осылай шамалы құямыз да жақсылап араластырамыз. Қалған сүтті де ақырындап құйып отырып, жақсылап қолмен, венчиктің көмегімен осылай араластырып отырамыз. Сүтті алдын ала ысытып алуды ұмытпаңыздар. Осылай жақсылап араластырамыз да отқа қоямыз. Отқа қойған бетте осылай венчикпен араластырып отырыңыздар, үзбей, себебі түбі күйіп кетуі мүмкін. Осылай біздің крем осылай қоюланғанша үзбей араластырып отырамыз. Міне көріп отырғандарыңыздай біздің крем қоюланып келеді. Осылай жақсылап араластырамыз. Үзбей араластырып отырамыз. Қоюланғаннан кейін оттан аламыз да басқа ыдысқа құйып аламыз. Және де ванильный сахар қосып, тағы да бір жақсылап араластырамыз да бетін пищевая пленкамен немесе салфанмен осылай в контакт басып жауып қоямыз. Әбден суы қажет. Ендігіде қамырын әзірлейміз. Ол үшін жұмыртқаға қантты салып, жақсылап массасы көтерілгенше осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Мен көріп отырғандарыңыздай масса аппақ болып ағарды. Ендігіде водяной баня жасаймыз. Ол үшін кастрөлде суды қойып қайнатамыз да, үстіне осылай ыдысқа майды салып, майды ерітіп алуымыз қажет. Еріген майға жаңағы жұмыртқа мен қанттың массасын осылай құйып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Масса бірігуі қажет, май мен жұмыртқа массасы. Осылай жақсылап араластырамыз. Ендігіде сүт қосамыз. Сосын табиғи бал қолданғанымыз жөн. Осылай мед дейді ғой, медті осылай қосып, жақсылап мед ерігенше тағы да жақсылап араластырамыз. Осылай мед әбден еріп кетуі қажет. Міне мед әбден еріді. Енді осы массаның үстіне пищевая сода, ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз да осы массамыздың көтерілгенін күтеміз. Көріп тұрғандарыңыздай масса көпіріп, осылай пышныланып көтеріліп жатыр. Шағын кішкене араластырамыз.
Міне біздің массамыз дайын болып келеді. Буға қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Абайлап жұмыс жасаңыздар. Міне біздің масса дайын болды. Ендігіде какао мен ұнды жақсылап араластырып аламыз да біріккенше. Осы ұн мен какаоны жаңағы біздің сұйық массаға қосып, жақсылап араластырып, қамыр илеуіміз қажет. Ұнның барлығын бірден салып жібермейсіздер. Осылай бөліп салып отырасыздар да, осылай араластырып отырамыз. Міне бізде осындай қамыр пайда болды. Енді осы қамырды теңдей етіп 8 бөлікке бөлеміз. Менде 8 коржик шықты. Диаметр 21 мен жасадым. Осылай пергамент қағазына салып, жақсылап әр коржды осылай оқтаулап аламыз. 180 градуста 5-7 минут пісіреміз. Міне біздің корждар пісіп шықты. Духовкада көп ұстап қалмаңыздар, қатып кетпесін, күйіп кетпесін. Ендігіде мен осылай өзімізге керек диаметрмен, кольцомен осылай жақсылап кесіп аламыз. Барлық корждар бірдей болу үшін. Шетінен қалған корждарды тастамаймыз. Оларды үгітіп, жан-жақтарына қолданамыз. Ендігіде жұмсақ сары майды осылай пышный масса болғанша жақсылап миксерлеп алуымыз керек. Май бөлме температурасында еріп тұрғаны жөн. Міне біздің май осылай дайын болды, пышныланды. Енді осы майды жаңағы суып тұрған заварной кремге салып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп отырып, бір-бір қасықтан саламыз. Міне осылай миксерлеп отырып, бір-бір қасықтан салып, жақсылап массамыз крем біріккенше миксерлеп аламыз. Шамадан тыс көп миксерлеп қоймаңыздар. Бізде өте дәмді, керемет заварной крем шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, міне өте әдемі болып шығып жатыр. Осылай лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Міне сұйылып кетпей, осындай әдемі пышный крем пайда болды. Ендігіде тортты жинаймыз. Осылай подложканың ортасынан шамалы крем жағамыз, торт қимылдап қозғалып кетпеу үшін. Содан осылай бір коржик, сосын 2 қасықтан осылай кремді жағып жинаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай крем өте керемет шыққан. Осылай әдемілеп жинаймыз. Крем аздау деп ойласаңыздар, осылай қорықпай жаға берулеріңізге болады. Осы дайындаған крем бір тортқа жетеді. Осылай барлық коржды осылай жинаймыз.
міндетті түрде осы тортты әзірлеп көріңіздер. Өте керемет, жұмсақ, жегенде ауызда еріп тұратын торт болып шығады. Жасалуы да оңай. Қолданылатын ингредиенттері қымбат емес, қолжетімді заттардан, қолжетімді продуктыдан дайындалатын торт. Жаңағы шетінен қалған корждарды осылай күтіп алып, шеттерін әдемілеп әзірлеп, осылай жағып шығасыздар. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Үй-ішілеріңізді, балаларыңызды осы тортпен қуантыңыздар. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Осылай бетіне үккіштен үгітілген шоколадты салуларыңызға болады, өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай. Және де торт бірдей болып, бірыңғай болу үшін, ровно болу үшін осылай кольцо кигізіп, холодильникке жібереміз. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, осы видеома лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сіздерге сәттілік тілеймін.